Баршаға сәлем. Келіннің күні кухнядан басталады деген бекер емес қой. Шағын мантыға қамыр елеп қойдым, және де ыстықтай нан пісірейін деп 2 зола қамыр ашытып қойдым. Сосын жиналып қалған кірлерімді салып, ақ келінімді 40 минутқа айналдырып жібердім. Сосын мантымның начинкасын дайындап бастадым. Асқабақтан жасаған кезде осылай теркіден өткіземін. Сол кезде уақытымды да үнемдеймін. Жуа сәбізін көбірек қосамын, дәмді болады. Тұз бұрышын қосып араластырып дайындап қойдым. Арасында нандарымды да пісіріп алдым. Үлкен отбасы болғасын, аптасына 2 рет нан пісіремін. Ал сіздер магазиннен сатып аласыздар ма, әлде үйде пісіресіздер ма? Суым қайнағанша қамырымды жайып, мантыларымды тез етіп түйіп алдым. 3 лоток шықты. Менің мантыларым 40 минутта тез дайын болады, ал сіздікі неше минутта піседі. Фарштан жасалған мантыға қарағанда маған асқабақтан жасалған манты қаттырақ ұнайды, және де қаймақ қосып жегенде. Тамақтанып, қарнымызды тойдырып алдық, ал енді мынау посудаларды жууға желание жоқ. Чик еткізіп, саусағымның көмегімен жуып тазалап алдым. Кухнядағы тірлік бітті, сосын қыздарымды жуындырып алып, күйеуім екеуміз балаларсыз сыртқа шықтық. Екеуміз ойнап, балаша кішкене бойымызды сергітіп қайттық осылай.